Сәлем достар, өткен видеода біз Жеконай мен Усадикті салыстырған едік. Сол кезде көпшіліктің пікірімен жеңімпаз Жеконай болған. Ал бүгін біз тағы да YouTube әлемінде жаңа айқас бастаймыз. Бұл жолғы қарсыластар Жеконай мен Диана Кю. Егер Диана Кю мен Жеконай ұнатсаңыз, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Екеуі де қазақ YouTube контентін дамытып жүрген танымал тұлғалар. Бүгін біз олардың арналарын толық салыстырамыз. Кімнің жазылушысы көп, кім көбірек қаралым жинаған, кімнің видеосы қызықты, монтажы күшті, және ең бастысы кім көрерменге көбірек әсер етеді. Сонда ұпай бойынша жеңімпазды анықтаймыз. Онда кеттік. Алдымен қысқаша таныс болайық. Бірінші қатысушы Диана Кю. Оның арнасында 422 мың жазылушы және жалпы 162 миллион қазақ ютубындағы ең үлкен нәтижелердің бірі. Диананың видеолары әрдайым ерекше идеямен, сапалы монтажбен және эмоциямен толы. Ол көбіне мистикалық, қорқынышты және зерттеу бағытындағы контент түсіреді. Кейде күлкілі реакциялармен, кейде философиялық оймен аяқтайды. Көрерменге оны шынайылығы мен энергетикасы үшін жақсы көреді. Ал енді екінші қатысушы Жеконай. Оның арнасында 184 мың жазылушы және жалпы 52 миллион қаралым бар. Бұл да өте үлкен жетістік. Әсіресе ол контентін негізінен Roblox ойыны арқылы жасайтынын ескерсек. Жеконай өз видеоларында виртуалды әлемде өмірлік оқиғаларды көрсетеді. Жеконай өз видеолар арқылы достық, отбасы, қайырымдылық сияқты жақсы қасиеттерді насихаттайды. Яғни ол ойын арқылы өмірлік сабақ беретін контент жасайды. Салыстыру. Енді нақты салыстырып көрейік. Жазылушы саны Диана Кюда 422 мың, Жеконайда 184 мың. Бұл бөлімде Диана Кюге 1 ұпай береміз. Ал қаралым саны бойынша Диана Кюде жалпы 162 миллион қаралым болса, Жеконайда 52 миллион. Айырмашылық өте үлкен. Диана 3 есе көп қаралым жинаған. Тағы да Диана Кю 1 ұпай. Видео стилі мен идея. Диана қорқынышты, мистикалық әрі танымдық бағытты дамытқан. Жеконай болса, ойын ішіндегі рөлдік оқиғалар жасап, балалар мен жас өспірімдерді қызықтырады. Екеуі де өз бағыты бойынша ерекше. Бұл бөлімде тең нәтиже, екеуіне де 1 ұпай. Монтаж және эмоция. Диананың видеолары эмоция мен эффектке толы. Монтаж сапасы өте жоғары. Жеконайдың монтаж жақсы, бірақ ол Roblox ойын форматында, яғни техникалық тұрғыда шектеулі. Бұл жерде Диана Кю тағы да 1 ұпай. Көрерменге әсер. Диана Кюдің видеолар көрген адам ойланады, таң қалады, кейде қорқады. Эмоция өте көп. Жеконай болса, керісінше көңілді, жылы, отбасылық атмосфера жасайды. Бірі ойландырады, бірі жылу сыйлайды. Сондықтан бұл бөлімде екеуіне де 1 ұпай. Танымдық бағыттағы контенттер дамытып, қазақ аудиториясын жаңа деңгейге шығарған тұлға. Екеуі де өз жолымен мықты. Жеконай балалар мен жас өспірімдердің сүйікті авторы. Диана Кю жалпы аудиторияның эмоциялық контентін дамытқан креативті блогер. Сен ойынша бүгінгі айқаста кім жеңуі керек еді? Пікірге жазып кет. Сен кімнің фанатысың? Жеконай ма әлде Диана ма? Келесі видеода біз кімді салыстырайық. Sultano